Геометриялық пішіндер. Үш бұрыш, үш нүктеден, үш қабырғадан және үш бұрыштан тұратын көп бұрыш. Бүйірдегі екі кесінділері қабырғалары, ал төменгі кесіндіні табаны деп атайды. Дөңгелек жазықтың шеңбермен шектелген және оның ортасын қамтитын бөлігі. Төртбұрыш төрт нүктеден және оларды тізбектей қосатын төрт кесіндіден тұратын фигура. Тік төртбұрыш барлық бұрыштары тік болып келетін параллелограмм. Параллелограмм қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын, яғни параллель түзулердің бойында орналасқан төртбұрыш. Ромб барлық қабырғалары тең болатын параллелограммды айтады. Ромб дабыл деген мағына береді. Трапеция тек қарама-қарсы екі қабырғалары параллель, ал қалған екі қарама-қарсы қабырғалары қиылысатын төртбұрыш. Трапеция үстел, ас, дастархан деген мағынаны білдіреді. Квадрат немесе шаршы барлық қабырғалары бірдей тік төртбұрыш.